Сәлем мен Азамат Киоза қош келдіңіздер. Жюри алдияр ол басқа үйде тұрады. Біз бұл шынаяқты емеспіз. Бір минут келетін болса, жанның ашысындағы де ойлаңдар. Ал ендеше кеттік, ашысындағы кеттік давай. Ал Джекидің ашысындағы келсек, Джекидің бұрында не кеткен. Ол бой жақта жүрген. Бойына көз жетпесінде біз әйел бойына өйстіп шығады атты. Біз бүкін барды оны жақтық қылады. Бой бойдың үстіне оны бүйтіп үш басқан Джекидің барады. Оны ұстауы. Джекидің үстіне ұстауына қалғаны. Андай немнен бір темір бар. Сосын доңғақ бар. Пони жақтық. Ол бүкін алады. Сосын бір көмекші доктор оны алады. Сосын жеп қояды. Мен алып жатты. Джекидің бойына тұрғанда әженің бойы қан аққан. Сосын 3-4 жылдан кейін инвалидпен болғанда жүрген. Сосын бір докторсы оның аузын бүйтіп екі жақтан былай сүртеді. Содан кейін Джекидің ана жерде бір бала тауып қалды деп пойыздың астына жатыр деді. Пойыз оның бойына ұшып кетті. Пойыздың жылдарының білетін шығарсыздар. Енді осы инвалид болғанда андай бүйтіп кнопка басатын жүретін болған, бүйтіп деп жүретін болған. Өз бойына кетіп басқанда қайтесің ғой. Сіздерге қызық контент жүргізіп келіп жатыр. Ана тұрған жерден не коляскамен тұрады ұшып келеді. Наруто сияқты ғой дегендей сондай болады. Ал солай Джекидің ашысындағы ана атыз келіп, лайк басып, комментке жазып кетіңіз. Не түскен етіңдер, достармен видео түсейін бе? Давай.